Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың атақты үш биінің бірі Қазыбек бидің балалық шағында болған оқиға, яғни оның 7 жасындағы халық куә болған даналығы жайында. Орта жүзде атақты арғын руы ас беріп, ұланғайыр алашты шақырып, бәйге ұйымдастырып, сол бәйгеде бір тор жылқы бірінші келіп, барша қазақ куә болып тамашаланып тұрған кезде бір кісі арасынан шығып, шылдырына жылқыны жабысып, "О халайық, мынау менің тай кезінде жоғалған жылқым еді, табылды" деп. Сол кездегі иесі шығып, "Қайдағы, бұл менің тор биемнен туған құлыны, барша халық антан, екісінің дауын шешер кім бар екен" деп, халық бірауыздан Келдібек биге барып, сол әділдік орнатсын дейді. Даушылар Келдібек бидің босағасына келеді. Бар екі адамның дауын тыңдап болған Келдібек би ұзақ ойға түсіп кетеді. Қасында тұрған ұлы 7 жасар Қазыбек би әкесінен рұқсат сұрайды. "Әке, рұқсат па, мына дауға аралассам" деп. Әкесі басын изеп рұқсатын береді. Сол кезде Қазыбек би екі даушы кісіден сұрайды: "Ауыл осы, сіздер малдарыңызды қалай таңдайсыздар?" Сол кезде тай кезінде жоғалттым деген кісі айтады: "Мен жалпы құлынды көрсем енесін танимын, енесін көрсем биенің құлынын танимын" деп. Ал екінші жарысқа қосып тұрған кісі айтады: "Жалпы мен биенің ішіндегі құлын қандай болатынын да білем, құлынға қарап биенің қандай екенін де танимын" деп. Сол кезде бала Қазыбек тұрып айтады: "Онда мына үйдің қасында жайылып жүрген бір екі қоздан таңданызшы" деп. Екі кісі бір қоздан таңдайды. Ауылдың сыртында жайылып жүрген атардан мал таңдау білсеңіздер, сол екі қозының екі енесін таңдап көрсетіңіз деп. Далалықта жайылып жатқан қойлардың арасынан екі саулық қойды таңдап алып келеді екі кісі. Жылқыны жарысқа қосқан кісі қозыны қосса, таңдаған саулық қойға, қой жиірігіп қозыны кейін итеріп бауырына алмайды. Ал тай кезінен жоғалтып алдым деген кісі дәл тауып қозысын емізіп қой бауырына алады. Барша халық куә болып тұрғанда Қазыбек би шығып айтады: "Ал барша халқым, не дейсіздер" деп. Халық бір ауыздан "Мына тай кезінде жоғалтқан кісінікі дұрыс, жылқы соныкі" депті. Солай Қазыбек би бала кезінен даналығымен халқының арасында беделді, абыройлы болған кісі. Каналымды қолдап, тіркеліп, жан-жаққа таратсаңыздар, комментарий, лайк басып, үлкен бір қолдау болар еді. Рахмет тыңдағаныңызға ағайын.